Добымызды бер. Бұл доп енді біздікі, ұқтыңдар ма? Қалайша? Міне, былайша. Сендер нағыз бұзақ екенсіңдер. Дәл таптың оқымастығыз. Біз бұзақмыз. Бар, кітабыңды оқы. Біз қыздарға тимейміз. Ал сендер ешкімге тіс жармаңдар. Әйтпесе. Бізді қорқақ деп ойлап қалдың ба? Жоқ, балалар. Олар сендерден 5-6 жас үлкен ғой. Болат, қалып бара жатырсың. Жылдамырақ жүрсеңші. Аяғымды басып кеттің ғой. Кешір, мені байқамай қалдым. Кешірмеймін. Көзіңе қарасаңшы, аяғымды басып кеттің ғой. Әдемі скейт екен. Сен менің досымның аяғын ауыртып қойдың. Ол енді 1-2 аптадай жүре алмайды. Сондықтан да сен мұны бізге бер. Қане, мына скейтпен жүріп көрш. Тамаша! Енді аяғым жазылып кеткенше, осы скейтпен жүре тұрам, жүре ма? Енді білмейм. Ал сендер бермей қойсаңдар ше? Енді ол да мүмкін. Сен екеуіңе бір скейтте жетеді. Өйткені доссыңдар ғой, Кезектесіп сырғанайсыңдар. Біз де бір скейт тебеміз. Міне, біз де доспыз. Енді тең болдық, әділдік деп осын айт. Әділдік деген осы ма не? Жоқ, бұл нағыз әділетсіздік. Сәлем, достар. Сендер неге көңілсізсіңдер? Кешегі бұзаққа балалар Алекстің скейтін алып қойды. Қап, өкінішті. Дәл қазір бізде ұртоқпақ болғанда ғой. Бұзақлардың сазайын тарттырар едік. Ұртоқпақ? Ол кім өзі? Боксер ма? Жоқ, ол кісі емес, зат. Зат? Иә, кәдімгі зат. Сиқырлы таяқша. Ұртоқпағым ұр десең болғаны, кімді болса да тоқпақтай жөнеледі. Керемет. Ол ұртоқпақты қайдан табуға болады? Иә, ана бұзақлар сазайын тартсыншы. Ол үшін біз ертегілер еліне барғымыз керек. Онда не тұрыс, кеттік. Оля, сиқырлы жүзік сенде ғой, Әділдік орнату үшін ертегілер еліне аттанайық. Олар кешегі бұзақылығы мен бүгінгі Алекске жасаған қиянаттар үшін жауап береді. Сондықтан да, міне, біз ертегілер еліндеміз. Ана отырған үйде ұртоқпақ болу керек. Солай қарай барайық. Қанеке. Ассаламағалейкум. Уағалейкум ассалам. Төрлетіңдер балалар. Сәлематсыз ба? Бұл ұртоқпақ ертегісіндегі кедейдің үйі ме? Иә, мен соның дәл өзімін. Бірақ тамағым тоқ. Ол анау сиқырлы қазанның арқасы. Ал мұнау дүние мүлкім сыртта өздерін көрген есегімнің арқасы. Есектің? Ол сізді қалай асырайды? Кешіріңіз, балалар бұл ертегіні оқымаған ба? Бұларды сізге мен ертіп келдім. Солай деңдер. Сендер өзге заманнан келген әлгі біздің тышқаның достар емессіңдер ме? Иә, дәл таптыңыз. Бәрекелді. Сендердің ерліктерің туралы ертегілер елінде әңгіме көп. Қане, дастарханға келіңдер. Менің сиқырлы қазаннан дәм татыңдар. Ал балалар, не тапсырыс бересіңдер? Асылған ет, палау, қазы қарта, бүдененің сорпасы, айта беріңдер. Мен тек балмұздақ жеймін. Ол қандай тағам? Өте дәмді, сіз де жеп көріңізші. Қанеке, көрсек көрейік. Біз қазаным пісе ғой, балмұздақ болып түсе ғой. Не деген дәмді? Маған ұнады. Ал балалар, шаруаларыңды айта отырыңдар. Бізге ұртоқпағыңызды бере тұрыңызшы. Өте қажет болып тұр. Өтінеміз. Қайтадан бұзбай әкеліп береміз.
Ортоқпақ сендерге неге қажет болды? Түсінесіз бе? Біздің ауылда 2 бұзақы бала бар. Солар Алекс пен Болаттың заттарын емденіп алып, бергілері келмей жүр. Түсінем. Түсінгенде қандай? Менің басыма түскен жағдай сендердің де бастарыңа түскен екен ғой. Яғни сендердің замандарыңда да пиғылы жаман адамдар болған ғой. О, Байеке, төрлетіңіз. Уақытым жоқ. Мынау қай балалар? Шаруаңызды айта беріңіз, Байеке. Бұл менің қонақтарым. Мен әлгі қарыз сұрайын деп келгенем. 200 алтын теңге бере тұрсаң, бір аптада қайтарам. Қайтаратыныңызға күмәнім жоқ. Жарайды, Байеке. Бір ертегіде жүріп, бір-бірімізге көмектеспесек болмайды ғой. Есегім? Ал есегім, мына Байекеңе 200 ділда құсып бере ғой. Құс, есегім, құс. Рахмет, кедей. Мені қарыз сұрат деп ешкімге айтпай-ақ қойшы. Бай деген атым бар емес пе? Жарайды, уайымдамаңыз, Байеке. Ал балалар, ортоқпақты ала қойыңдар. Мына байды тәубесіне келтіргенде, сендердің бұзықтарың бұған түкті емес. Рахмет сізге. Ертең алып келеміз. Ендеше көріскенше. Сақаңды бере тұрш. Асықты қалай ату керегін көрсетейін. Ал сен не жасырып тұрсың? Жай, әшейін, таяқ қой. Әкел бері. Әдемі таяқ екен, а? Бұл сендерден гөрі бізге қажетті нәрсе екен. Сендерге таяқ не үшін керек? Әлде таяқ жегілерін келе бе? Жарайды, ала қойыңдар, бірақ ортоқпағым ұр деп айтпаңдар. Немене? Сен бізге ақыл айтпақсың ба? Жоқ, ортоқпағым ұр деп айтсаңдар қиын болады. Бізге? Қап, мыналардай, а? Ал, ортоқпағым ұр, не болады? Ай, басым! Ай, басым! Ай, тоқтатыңдар шыналарды, енді сендерге тиіспейміз. Өтінем, сендерден алған заттарымызды әкеп берейік, тек тоқтатыңдаршы, өтінем. Қазір әкеліп беріңдер. Жарайды, әкеп берем. Міне, енді бәрі өз орнына келді. Рахмет саған, ортоқпақ. Ал енді өз үйеңе бара ғой.